Баршаңызға сәлем. Сіздерді келе жеткен күрсім мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Және де келе жатқан Наурыз мерекесімен де құттықтағым келеді. Бүгін сіздерге Наурыз мерекесіне орай Наурыз көженің жасалу жолын ұсынатын боламын. Ол үшін бізге ең алдымен ең басты өнім ол сірленген, яғни қыстан шыққан сірленген ет, және де қазы керек. Және де осындай дәнді дақылдар. Мен ең алдымен кеспе қолданамын. Кеспе бізде, яғни дайын кеспе. Сіздер жаңағыдай қолдан сызылған кеспені қолдансаңыздар өте жақсы. Және де мұнда бізде яғни ұжы ақ және де сары жүгері, яғни түйілген ұжыдайын жүгері. Мен барлық өнімдерді алдын ала жуып, бір түнге суға салып қойдым. Олар жаңағыдай тез пісіп, жұмсақ болу үшін. Және де күріш, бидай бізде түйілген, яғни сыртқы қабығынан ажыратылған бидай, маш, және де осылай жасамақ керек болады. Сіздер бұл өнімдерді ауыстырып, кез келген дәнді дақыл түрінде ауыстырсаңыздар болады. Енді бізде күріш, маш, жасамақ бізде тез піседі. Мұнда бізде жүгерілер, яғни ақ және сары жүгері, бидай ұзағырақ піседі. Сондықтан бұларды алдын ала суға салып 4 сағат пісіріп алуымыз керек. Мен ең алдымен осы жүгерілерді және де бидайды пісіріп алатын боламыз. Ал мұнда мен екінші ыдысымызға ет пен қазыны салып қойдым. Бізде қазы тым үлкен болғандықтан мен жартысын ғана пайдаландым. Және де еттеріңіз, қазыларыңыз міндетті түрде сірленген болса, біздің Наурыз көжеміз өте дәмді болып шығады. Сонда міндетті түрде қыстан шыққан жақсы сірленген етті пайдаланғандарыңыз жөн. Мінекей 3-4 сағаттай уақыт өтті. Мұнда менің етім пісіп қалды. Дәл қазір сүзіп алдым. Мұнда бізде еттің сорпасына мен осыларды араластырып қойдым. Бұл да 4-5 сағат қайнады. Енді кезекте қалған жаңағы маш, жасымықтарымызды қосатын боламыз. Ендігі біздің осы кейінгі салған жаңағы жасымық, маштарымыз 20 минут, жарты сағат көлемінде пісіп қалады. Себебі олар алдын ала жұмсартып тұрғандықтан тез піседі. Енді кезекте осындай дайын кеспелерімізді қосатын боламыз. Енді оттың астын қатты қойып, кеспелерімізді де бір қайнатып алатын боламыз. Біздің Наурыз көже дайын болды. Енді кезекте айран құямыз. Жақсылап араластырамыз. Тоқтай. Мінекей, осымен біздің Наурыз көже дайын болды. Рецепт ұнаса, видео лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар.